Қазақстанның сыртқы саясатындағы тағы бір басым бағыттардың бірі түбі бір түркілермен арадағы байланысты тереңдету екені мәлім. Осы орайда әсіресе рухани мәдени салада көптеген шаралар атқарылып жатыр. Соның бірі ретінде Қазақстанда түркі жастарының халықаралық лагері ұйымдастырылатынын айтуға болады. Мұндай шешім Анкарада өткен түркі кеңесінің диаспора істеріне жауапты министрлерінің 3-ші кездесуінде қабылданды. Келесі кездесуде біздің елімізде өтетін болды. Енді тақырыпты тілшіміз толықтырып айтсын. Келелі кеңесте 2013 жылы қабылданған Түркия кеңесіне мүше мемлекеттердің диаспораларға арналған бірлескен іс-әрекет стратегиясына өзгерістер енгізілді. 2018-2019 жылдарға арналған жоспар да бекітілді. Біздің тарапымыздан ұсынылған мәселелердің бәрі қолдау тапты. Ендігі жылы өздеріңіз білесіздер, елбасының жолдауына сәйкес біздің Қазақстанда жастар жылы. Сондықтан біз түркі елдес жастарын біздің Қазақстан жастар лагеріне шақырдық. Жалпы түркі тілдес елдері ынтымақтастық кеңесі шетелдерде тұрып жатқан қандастарымыздың мүддесін қорғау үшін жұмыс істейді. Бүгінгі миграциялық жағдайды ескеретін болсақ, мәселенің маңыздылығы арта түседі. Шетелдерде көптеген түркі тілдес азаматтарымыз өмір сүріп жатыр. Түркияның бір 7-8 миллион азаматы батыста. Қазақстанның бірнеше миллион отандастары, қандастары шетелдерде тұрады. Азербайжанның, Қырғызстанның да көптеген миллиондаған азаматтары шетелде тұрады. Әрине, бұл қауымды тыс қалдыруға болмайды. Олармен қарым-қатынасты жақсы тығыз ұстауымыз керек. Алқалы жиын аясында отандастар қоры Түркияның қос бірдей мекемесімен ынтымақтаса жұмыс істеу туралы меморандумға қол қойды. Оның бірі шетелдік түріктер және туыстас халықтар басқармасы, екіншісі Юнус Эмре институты. Құжат тәжірибе алмасу мен бірлескен жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Бұндай меморандумға бірінші рет қол қойып отырмыз. Мына өзінің отандастарымен түркі жағы заманнан бері қарай жұмысын іс-шаралар жасап жүрген. Сондықтан солардың қай дәрежеге жеткенін білеміз. Жиын барысында шетелдерде өмір сүретін түрік және қазақ диаспоралар арасында байланысты нығайтып, өзара ынтымақтастықты арттыру жолдары қарастырылды. Оңғар Алпысбайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркия, Анкарадан.